Сәлем, достар! Хай! Бұл ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналы. Бүгін сіздерге past continuous, яғни созылыңқы шақтың қандай жағдайларда қолданылатынын жайлы және қандай шақ екені туралы айтылады. Сонымен past continuous дегеніміз не екен? Яғни созылыңқы шақтың қолданылуының 4 жолын қарастырамыз. Бірінші жолы past continuous tense-тің өткен шақтағы белгілі уақытта болып жатқан созылыңқы іс-әрекетті білдіруі. Яғни нақты дәл бір уақытта болып жатқан созылыңқы іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, I was watching TV at 2 o'clock yesterday. I was watching TV at 2 o'clock yesterday. Дәл уақытылы айтылуы тиіс. Бірінші жолы қолданылған кезде. Мысалы, кеше сағат 2-де мен теледидар көріп жаттым. Яғни кеше осы уақытта yesterday деген міндетті түрде уақыт үстеуі немесе мезгіл үстеуі дейміз, мезгіл үстеуі және сағат 2-де менің дәл сол уақытта не істеп жатқанымды білдіру үшін созылыңқы өткен шақты қолданамыз. Past continuous tense-ті. Бұл жерде көріп отырсаңыздар, I was watching TV at 2 o'clock yesterday. Яғни кеше дәл осы уақытта мен теледидар көріп отырғанмын. Ал бүгін бұл уақытта мен мысалы басқа іспен айналысып отырмын. Келесі, They were eating an ice cream at noon. They were eating an ice cream at noon. Балмұздақ жеп отырды, немесе балмұздақ жеп тұрды. At noon, дәл түскі уақытта. Келесі, I was going to sleep yesterday this time. I was going to sleep yesterday this time. Кеше дәл осы уақытта мен ұйықтауға жатып жатырғанмын. Дәл кешегі уақытты біз бүгінгі отырып, мысалы, кешегі күнді не істегеніміз туралы айтатын болсақ, тыңдаушыға мысалы біздің кешегі дәл осы уақытта істеген іс-әрекетімізді жеткізу үшін созылыңқы, яғни past continuous-ті қолданамыз. I was going to sleep yesterday this time. Немесе I was sitting with my mom yesterday at this time. I was sitting with my mom yesterday at this time. Яғни кеше дәл осы уақытта мен анаммен бірге отыр едім. Ал бүгін мүмкін мен қалаға кетіп қалдым. Қалада жалғыз отырмын, Болады ғой ондай іс-әрекетті. Біз өтіп кеткен шақты еске алып отырамыз, Кеше мысалы мен автобуста кетіп бара жатыр едім осы уақытта, немесе кеше мен осы уақытта достарыммен отыр едім деген сияқты. Яғни сол әрекетті, сол іс-әрекетті біз осы созылыңқы шақпен береді екенбіз. Келесі, екінші жолы past continuous-ті қолданудың өткен шақтағы past simple, яғни past simple'дағы іс-әрекеттің созылыңқы шақтағы, яғни past continuous-дағы болып жатқан іс-әрекетті үзген кезде немесе тоқтатқан кезде, тоқтатуға мәжбүрлеген кезде біз осы созылыңқы шақты қолданамыз. Яғни созылыңқы шақ пен past simple мен past continuous екеуі бір сөйлемде кездеседі. Мысалы, He was listening to music when they came. He was listening to music when they came. Олар келген кезде ол өлең тыңдап отырған. Яғни, олар келген кезде деген байқасаңыздар came өткен шақта past simple-дің іс-әрекеті. Оның өлең айтып отырған past continuous-ті болып жатқан іс-әрекетті тоқтатуға мәжбүрледі. Ал енді келесі тағы бір мысал. I was sleeping when my mother came home. I was sleeping when my mother came home. Яғни менің анам келген кезде мен ұйықтап жатқан. Яғни менің анам келген кезде деген past simple-дағы іс-әрекет came деген іс-әрекет, келді деген іс-әрекет менің ұйықтап жатқан іс-әрекетімді көрсету үшін жаңағы салыстырма түрде немесе сол іс-әрекетімді тоқтату үшін, үзу үшін жаңағы себеп болып тұрған past simple-дің іс-әрекетін қолданамыз. Және тағы бір мысал, She was reading when we called her. She was reading when we called her. Біз оған қоңырау шалған кезде ол оқып отырған. Ал енді созылыңқы шақты қолданудың үшінші жолы өткен созылыңқы шақтағы уақытша жағдай туралы айтқан кезде және бұл кезең нақты аталып көрсетілген кезде қолданамыз. Мысалы, Anne was studying English in winter. Anne was studying English in winter. Қысқы демалыс кездерінде Анна ағылшын тілін үйреніп жатқан. Келесі, We were living with our parents in April. We were living with our parents in April. Сәуір айында біз ата-аналарымызбен тұрып жаттық. Яғни уақытша, нақты бұл жерде байқасаңыздар, уақытша жағдайды көрсетіп тұр біріншіден.
екіншіден нақты уақытты көрсету. Ал енді төртінші қолдану жолы бұл өткен созылыңқы шақта екі немесе бірнеше іс-әрекеттің бір уақытта болып жатқан кезінде қолданамыз. Яғни бір сөйлемде екі немесе бірнеше іс-әрекеттің болып жатқанын айтқымыз келетін кезде осы созылыңқы шақты қолданамыз. Және ол құрмалас сөйлем болып табылғандықтан сөйлемді бір-бірімен байланыстыру үшін and және while деген сөз тіркестерін қолданамыз. Мысалы, I was doing my homework while my mother was cooking. Яғни бір сөйлемде екі іс-әрекет байқасаңыздар, was doing жасап жатырмын және my mother was cooking. Бір уақытта бірнеше іс-әрекеттің болып жатқанын көрсету үшін past continuous, яғни созылыңқы өткен шақты қолданамыз. I was doing my homework while my mother cooking. Мен анам тамақ жасап жатқан сәтте мен үй жұмысын жасап отырдым. Келесі. The sun was shining and we were playing football. Бір сәтте екі іс-әрекет жүріп жатыр. Күн де жарқырап тұр және біз де футбол ойнап жаттық. Ал енді өткен шақтағы созылыңқы уақытты білдіру үшін уақыт үстеулері немесе жаңағы мезгіл үстеулері дедік қой. Оны міндетті түрде қолданамыз. Мысалы, at 6 o'clock, at noon, midnight, 6 сағат 6-да, түскі уақытта, түннің 1:30-да, past continuous tense, яғни созылыңқы шақтың жасалу жолын қарастырайық. Яғни ол subject plus to be plus verb and ing form. Бастауыш және to be етістігінің көмекшілері was, were, және негізгі етістік verb, ол негізгі етістікке ing жұрнағы қосылып сөйлем құрастырылады екен. Мысалы, she was washing the dishes in the morning. She was washing the dishes in the morning. She was washing, яғни she деп отырғанымыз бастауыш, was washing көмекші етістік және негізгі етістігіміз wash деген негізгі етістікке ing жұрнағын қосып созылыңқы өткен шақта әдемі сөйлем құрап отырмыз. She was washing the dishes in the morning. Ол таңертең ыдыс жуып тұрған. Яғни өткен шақтағы белгілі уақыттағы ол қыздың не істеп тұрғанын іс-әрекетін білдіру үшін созылыңқы шақты қолданып тұрмыз. Бұл біздің жаңа қарастырып кеткен созылыңқы шақтың бірінші қолдану жолы. Келесі. Енді осы созылыңқы шақта жай сөйлемді қалай жасаймыз? I was playing football at 3 o'clock. Мен түскі сағат 3-те футбол ойнап жатқанмын. Немесе You were doing your homework at midnight. Сен түн жарымда үй жұмысын жасап жаттың. You were doing your homework at midnight. She was listening to music at noon. She was listening to music at noon. Ол түс уақытында музыка тыңдап отырған. Ал енді бірінші жаңа айтып кеттік, бастауыш I деп отырғанымыз was playing, яғни көмекші етістік. Бірінші жақта көпше түрде were, жекеше түрде үшінші жақта was, және негізгі play, do, listen деген негізгі етістіктерге ing жалғауы қосылып сөйлем құрастырып тұр. Бұл біздің жай сөйлеміміз. Келесі сұраулы сөйлемді біз көмекші етістікті бастауыштың алдына шығару арқылы сұраулы сөйлем жасаймыз. Was I playing football? Алдыңғы қатарға ең бірінші жолға көмекші етістік was, сосын бастауыш I және негізгі етістік өзінің ешқандай өзгеріссіз өзінің ing жұрнағымен бірге қосылып жазылады. Was I playing football? Were you doing your homework at midnight? Сен үй жұмысын жасап жатыр ма едің? Түн жарымда. Яғни were деген көмекші етістігіміз бастауыштың алдына шығып кетті. Was she listening to music at noon? Was she listening to music at noon? Ол түсте өлең тыңдады ма? Was деген көмекші етістігіміз, was, were деген көмекші етістіктеріміз бастауыштың алдына шығып кетіп, сұраулы сөйлем жасайды екен. Ал енді болымсыз сөйлемді қалай жасаймыз? I was not playing football at 3 o'clock. Яғни мен сағат 3-те футбол ойнап жатқан жоқ едім. Ойнаған жоқпын. Яғни was деген көмекші етістіктен кейін not деген болымсыз форманың бөлшегі қосылып was not. Қысқаша wasn't деп айтылады. I was not playing football. You were not doing your homework at midnight. Сен түн жарымда үй жұмысын жасаған жоқсың. She was not listening to music at noon. Ол түс уақытында өлең тыңдаған жоқ. Ал енді мен сіздерге
қазақша сөйлем берейін және біраз уақыт беремін. Осыны созылыңқы өткен шақта аударып көріңіздер. Сосын бірге тексерейік. Мен сағат 12-де тамақ ішіп отырғанмын. Жақсы, ендеше тексеріп көрейік. I was eating at 12 o'clock. I was eating at 12 o'clock. Алдыңғы қарастырып кеткен бірінші жолмен жасалған сөйлем. Сөйлемде дәл уақыт көрсетіліп тұрады. I was eating. Келесі сұраулы сөйлемде was деген көмекші етістікті бастауыштың алдына шығарып жіберу арқылы сұраулы сөйлем жасаймыз. Was I eating at 12 o'clock? Мен кеше түсте тамақ ішіп отырдым ба? 12-де мен тамақ ішіп отырдым ба? Ал енді болымсыз формасын беріп жасап көріңіздер. I wasn't eating. Дұрыс. I wasn't eating at 12 o'clock. Мен сағат 12-де тамақ ішіп отырған жоқ едім. Келесі тағы бір жаттығу берейін сіздерге. Етістікті past continuous жағына қойыңыздар. Jenny wait for me when I arrived. Яғни бұл созылыңқы шақтағы сөйлеміміз жаңағы біздің қарастырып кеткен екінші жолмен жасалынып тұр. Jenny жақшаны ашып, етістікті өзінің керекті формасында қолданыңыздар. Жақсы, Jenny үшінші жақ болғандықтан Jenny was waiting for me when I arrived. Яғни мен келген кезде when I arrived дегеніміз біздің past simple'да тұрған етістік. Jenny was waiting for me when I arrived. Бүгінгі сабақтан біз не үйрендік? Соны қайталап past continuous tense, яғни өткен созылыңқы шақтың 4 жолын қарастырды қолданылуын. Біріншісі өткен шақтағы белгілі уақытта болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Екінші, өткен шақтағы past simple'ның іс-әрекеті созылыңқы шақтағы past continuous'тың болып жатқан іс-әрекетті үзген кезде, тоқтатқан кезде, тоқтатуға мәжбүрлеген кезде. Үшінші, өткен созылыңқы шақтағы уақытша жағдай туралы айтқан кезде және бұл кезеңді нақты аталып көрсеткен кезде қолданамыз. Және төртінші жолы өткен созылыңқы шақта екі немесе бірнеше іс-әрекеттің бір уақытта болып жатқан кезінде қолдана алады екенбіз. Ал енді past continuous, яғни созылыңқы шақтың жасалуы subject plus to be verb ing, яғни бастауыш, to be етістігінің көмекшілері was, were және негізгі бастапқы етістіктің қасына ing жұрнағы қосылып сөйлем құралады. Мысалы, we were sleeping at midnight. We were sleeping at midnight. Біз түн жарымда ұйықтап жатқанбыз. Сұраулы формасында to be етістігі, яғни was, were көмекші етістігі бастауыштың алдына шығып кетіп, сұраулы форма жасайды. Were we sleeping at midnight? Were we sleeping at midnight? Біз түн жарымда ұйықтап жаттық па? Және болымсыз формасы subject plus to be plus not plus verb plus ing form. Яғни бастауыш, бастауыштан кейін was, were, to be'дің көмекші етістіктеріне not деген болымсыз формадағы бөлшек қосылып, болымсыз формада сөйлем құрастырады. Яғни we were not sleeping at midnight. Were деген көмекші етістіктен кейін not деген болымсыз формада бөлшек қосылып тұр. Ал енді уақыт істеулер немесе мезгіл уақыт істеулерін қарастырдық. Ал енді мен сіздерге сәттілік тілеймін. Try to learn and repeat every day. Күнде оқып, қайталауларыңызды сұраймын.